Онда дәл осы жаңа жылдық көңіл күймен төрімізге жол жіңішке болса да діңгегі мықты өнер иесін шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қадірлі көрермен, таныс болғайсыздар. Сазгер, ұстаз облыстық республикалық байқаулардың жүлдегері Ғайния Дауылбаева біздің төрімізде өзінің кішкентай ботақандарымен. Ғайния жалғыз емес екен, кішкентай өнерпаздармен келіп отыр екен. Студиямызға қош келдіңіздер дейміз тағы да. Жаңа жыл құтты болсын. Сіздің енді ұстаз екеніңізді, тәлімгер екеніңізді білеміз. Сондай-ақ көптеген әндерді жалпы өнер жылдарына шырқатып жүрген сазгерсіз. Соның ішінде балалар тақырыбына қалам тербейтініңіз қуантып отыр. Қандай әндеріңіз бар? Балалар тақырыбында негізі көптеген әндерім бар. Патриоттық. Мысалға, Дидар Бозторғай Ботақан телефестивалінің лауреаттары әнші болғым келеді деген әнді негізі Дидарға арнап шығарған әнім. Негізі көптеген әндерім балаларға тақырыбында жазылған. Мынау енді жаңа жыл қарсаңында жолығып отырмыз ғой. Жалпы жас балалармен жұмыс істеу қиын емес па сізге? Әрине қиын. Қандай қиыншылықтар бар мысалы? Мектептің жасында балалармен салыстырғанда кішкентай балабақшаның балаларымен жұмыс істеу өте қиын, бірақ сол қиындыққа қарамай осы номер 2 бөбек балабақшасының тәрбиеленушілерінен құрылған Сыр жұлдыздар тобын құрып әкеп тұрмын. Бұл топ Ботақан телефестивалінде лауреат атанды. Жалпы мен жаңа ғана Ержанға мақтанып отырмын. Біздер әйелдер қауымы қашанда мықтымыз деп. Сіз осы сөзімізді тағы бір дәлелдеп беріңізші. Толқынның сөзінің жаны бар. Әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербеткен дейді ғой. Әйел ана, жар, бала тәрбиесінде де, сүйікті жарына да, әрі қызметте де үлгереді. Сол үшін мен Толқынның сөзіне қосыламын. Жалпы иесі дұрыс еркек әйелмен ерегіспейді. Әйелдің қырық жаны бар екенін де білеміз, мойындаймыз. Мықты екендеріңізді алдарыңызда тәк тұрамыз. Ода мәселе жоқ. Мына бүлдіршіндердің болашағынан қандай үміт күтесіз? Бұл топты сіз құрдыңыз, иә? Иә, өзім құрған тобым. Үлкен үміт күтем. Үлкен республикалық сахналардан көрінеді деген үмітім бар өзім. Меніңше Сыр жұлдыздары вокалдық тобының жаңа жылдық ән шашуына кезек берсек? Қабыл алыңыздар. Ayaklar
ой рахмет. өнерлеріңіз өрге жүзсін. Рахмет. Осы сыр жұлдыздар болашақ елінің атын шығаратын айтулы өнер иелеріне айнала берсін. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Үлкен сахнада Айдар бабаңыздан жел есіп, мәренің алдынан кесіп келе беріңіздер. Тілектеспіз. Рахмет.